Тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды Батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын ұстаз Қуат Ерғалиұлының отбасынан алып, Ахмет Байтұрсынұлы Білім Академиясының басшысы ғалым Ұлан Еркінбай мырзан және шебер оператор Өміржан Шарғын ағамыздың, сондай-ақ әріптесім радиожурналист Санат Нұрбайдың отбасыларына жолдаймыз. Қарлығаш және сөйледі, басымнан дүние өткенді, көрінбесең көзіме, құлақ сал көке сөзіме. Ата-анасын көргенше, қалқанбысың дегенше. Мен көкемді тапсырдым, 38 бұққа аламдың, пашасы жалғыз қап. Қараспан тауын жайлаған біздің қалын көп қыпшақ. Көкемнің оңғар сапарын жасаған Құдай беріп бақ. Алды артында шеу жоқ, атадан көке тудың тап. Сөз тұрғанда көділім шат, сапарынан қайтқанша, аман есек келгенше, мен көкемді тапсырдым, 18 мың ғавамның падишасы жалғыз хақ.